Күнгей саяқтың Шеңгел өзегінен шығысқа қарай тура қарағанда Сарышоқыға жетпей, мен мұндалап оқшиып тұрған биік Төретауы деп аталады. Төретаудың төбесіне шыққанда ұлан ғайыр дала алақанда жатқандай айнала түгел көрінеді. Кереті сияқты жаңағындай. Иә, дұрыс. Төретауы деп анаған шықсаң да ар жақ көрінеді, мынаған шықсаң мына жақ көрінеді, ана жақ одан ары. Енді ол кезде жаугершілік заман жаңағы сол қарауылдар тұрды ма деймін да, ана төбеде сол жердің бәрі көрініп отырады жан-жағында. Бәрі көрініп тұр ғой. Тау басынан солтүстікке қарағанда сол жағымыз батыс көкжиегіндегі Балқаш көлінің жағалауларының жазығы жатыр. Оң жағымыз шығыс алыстан мұнартып тұрған Берікқара тау шоқылары. Берікқарада Қарауыл төбе деп аталған бірнеше төбе бар. Жаугершілік заманда онда алаулатып от жағылады екен, сонда жанған от Төретауына көрінетін болған. Берікқара мен солтүстікке қарай Сарышоқының арасындағы Тастау карьері. Одан әрі Саяқ 1, Саяқ 2, Саяқ 3, Саяқ 4, Саяқ 5 алтын мыс шығатын кен орындары доға бойымен ондаған шақырымға дейін созылып жатыр. Саяқ 1 немесе Молдыбай деп аталатын кен орны Саяқтағы ең ірі кен орны болып табылады. Мұндағы Молдыбай құшшы, құшшыдан қарымсақ, одан есен аман, одан Молдыбай туады. Берікқарадан оңтүстікке қарай жоғары жамбас, төменгі жамбас таулар жалғасады. Бұл жерлерде ертедегі мыс дәуіріндегі мыс өндірген кен орындарының іздері сақталған. Төретаудан солтүстікке қарай межелесек, көз ұшса мұнартып тұрған Қалмақ Емел, одан оңға қарай Емелтау таулары, одан асқанда Жорға тауы. Қалмақ Емелдің күнбатысқа қарай Табақ таулары, Бас Табақ, Орта Табақ, Аяқ Табақ, Айыртас, бұрынғы Ақтоғай ауданына қараған Партиес кеңшарының аумағы. Солтүстік шығысқа қарай 70-80 шақырым жерде Емелтау тұр. Жорға Айыртастан 30-35 шақырым, Өгізтаудың күншығысында Қалмақ Емел мен Емелтаудың ортасында солтүстікке қарай тұрған тау шоқысы. Кезінде 150-дей үй, маңыраған мал өрісі болған Қайран Жорға, бұл күндері 2 үй шаруа қожалығы отыр екен. Жорғаның қасиетті әулие бұлағындағы Мамашық Жылгелді әулие мен оның ұлы Тастемір батырдың басына биыл алып ескерткіш тас қойылды, және осы ескерткіш тасқа алғаш рет Әбілет би сұлтан туралы мәліметтер де ойылып жазылды. Бұл да болса жақсылықтың нышаны, құрбандыққа мал сойылып ата-баба аруақтарына дұға бағышталды. Жорғаның киесі мен қасиеті қайтып оралатын күннің басы болсын деп бір жаратқан Алладан тілек тіледік.